Әр жерде шашыраңқы қарсы протесттік күштер бар. Жалған 30 жылда өмір сүрдік, виртуал бір замандарда болған сияқтымыз. Біз ескіден құтылмайынша ешқашан жаңа болмайды. Яғни парламентте лобби бар, дұрыс па? Әрине бар. Халыққа партия қажет. Егер де біз парламент риторика болатын болсақ, билік пен қоғамның арасында бір диалог болу керек. Соңғы кезде бір пайда болған риторикалар, әлде бір лозунгтар шықты. Біз асығыстық жасап, біз шал қайтыңыз деген сияқты. Тоқаевтың кезінде халық кедейленіп кетті деген, оның астарынан Назарбаевтың кезінде жақсы еді ғой деген ұғым қуат салада. Президент Тоқаевтың тарапынан әлдеқайда бір гарантиялар берілді. Тоқаев мырзаның тарапынан тоқыта түсетін бір шешім болу. Бұл эйфория қайдан пайда болды? Бишімбаевтардан пайда болды. Қоғамды бір заңмен ғана тәрбиелей алмаймыз. Еркек немене әке адам еместер деген осы заңды пайдаланып, әйелдер тарапынан әлде бір эйфория пайда бола ма деген. Бишімбаев ең ауыр жазаға соғылды. Сотқа деген әділетсіздігіне халықтың көздердің арқасы кетті. Соттың өзі қазір деңгейі әбден мынау табалдырыққа дейін жетті ғой. Әулетіне қатысты саяси шешімдер жасаған жоқ. Біздің елде прокуратура заңды ғана бағынбайды, саяси шешімдер бар. Дерті шынында да уақыт келгенде өзгерту керек. Баққа қатысты жаңа заңға көңіліңіз тола ма? Жаңа заң осы қазіргі уақыттың жүгін көтеріп тұр. TikTok'ты бәлкім жауып тастау міндет емес шығар, бірақ оның пайдалану жасын өзгертуіміз керек шығар. Альтернативада Байден мен Трамптың арасында кім таңдаймын дегенде Байден таңдайды. Көпшілігіміз Украина жағындамыз. Әлсіздің жағында ғана емес, әділеттің жағындамыз ғой. Астана маған табиғи климаттық қана суық емес, жалпы өзінің аурасы суық қала болып көрінеді. Достар, мүмкін емес, не может быть YouTube арнасының жаңа шығарылымы эфирге шығып отыр. Бұл жолғы эфир алғаш рет таза қазақ тілінде шығады. Білдей журналист, қоғам қайраткері, парламент депутаты Ермұрат Бәпи ағамыз бүгін біздің студиямыздың қадірменді қонағы. Қош келдіңіз аға. Рахмет, бірақ мүмкін емес, арасына орысша қосамыз. Дұрыс айтасыз. Елімізде аз ғана уақыттың ішінде қордаланған біраз мәселелер, сұрақтар бар. Өйткені соның бәрін енді өмір болғаннан кейін солай ғой. Солардың бәрін ортаға бүгін салып талқыласақ деген ой бар. Сол алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге сізге мың алғыс аға. Ағана елімізді осы наурыздың соңында, сәуір айында елді су басты, мал шығыны болды. Құдайға шүкір, халық тегіс аман, бүтін тегіс. Бірақ мемлекет дер кезінде тиісті шараларын қабылдады, қол ұшын берді, реакция дұрыс болды деп жатыр. Бүгінгі күні өтемақы және жаңа баспана салу мәселесі дер кезінде қолға алынды, оған президент те бас көз болып отыр. Бірақ дей тұрғанмен де осыда бір байқағанымыз, орын алған жағдай бар. Осы сәтті пайдаланып, әлдебіреулер әсіресе әлеуметтік желілерде ел арасында бір іріткі салып, сосын кейін үкіметтің қауқарсыздығын айтып алдыға тартуға тырысып жатыр. Соңғы кезде тіптім шал қайт деген жалаң ұрандарда естіліп жатыр шет жағасы. Енді сұрақ осыған орай, бұл кімге керек болды? Артында кім тұр деп ойлайсыз? Ескі Қазақстан мен жаңа Қазақстан арасына от жағып отырған үшінші тарап болу мүмкін бе? Болса олар кімдер деп ойлайсыз? Енді бұл жерде осы табиғи апаттың салдарын өзін пайдаланып, әлде бір саяси ұпай жинап қалмақ бірнеше күш бар елде. Біреу көзге көрініп тұрса, біреу әлі күнге дейін бұлай көзге көрінбейтін, астыртын қимылдап жатқан бір саяси әлеуметтік топтар деп. Біріншіден, бұл арада мен ойлаймын, мына осы апаттың жағдайын ең бірінші кезекте пайдаланып отырған бұл мына қазіргі мемлекеттегі билікке өре тұрып қарсы болатын әлде бір қоғамдық саяси күштер. Оны түсінуге де болады. Себебі елде оппозициялық күш болғаннан кейін оппозициялық бір құрылымдар әлде бір бытыраңқы ғой бәрі, бізде бір ұйымдасқан оппозициялық күш жоқ, мемлекеттік тұрғыда бір ұйымдасып бірегей бір қимылдаған ондай ұйым жоқ бізде. Бізде әр жерде шашыраңқы қарсы протесттік күштер бар. Осылар осындай сәтті пайдалануға тырысады. Оны да түсінуге болады, себебі елде қалыптасқан жаңағы жемқорлық жүйе, әділетсіздік, жаңағы қымбатшылық, кедейшілік,
осылардың бәрі адамның зығырданын тудырған кезде әрбір осындай бір оқиғаларды сәтті пайдаланып өздерінің риторикасын жаңағы айтар ойын жеткізіп қалатын, ол енді оны түсініктеп қабылдау керек. Ең бастысы бұл жерде екінші бір күштер, бұл жаңағы біз ескі Қазақстан деп айтамыз ғой. Осы ескі Қазақстанды кейбіреулер күлкі қылады. Әлеуметтік желіде күлкі қылады. Тіпті толысқан мынау салауатты саясаткер деген азаматтардың аузын естігенде мен таң қаламын. Бұл ескі Қазақстан деген құрылым емес қой, бұл санадағы дүние. Біз санада қалыптасқан ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деген. Біз мынау ескі Қазақстан дегенде әрине бұл Назарбаевтың жүйесін, билігін айтамыз. Содан қалған күштерді айтамыз. Осы ескі Қазақстанның жаңағы өзінің қазір бір идеологиясы қалыптасып келе жатыр. Бұл жаңа Қазақстанға қарсы ескі күштерді қайтару жөнінде әрекеттер болып жатқанын, оны әсіресе әлеуметтік желіден көруге болады. Бұл әлеуметтік желі деген қазір айна сияқты көрсетіп тұр. Соңғы кезде бір пайда болған риторикалар, әлде бір лозунгтар шықты. Біз асығыстық жасаппыз, шал қайтыңыз деген сияқты тұрғыда әңгіме болып жатыр. Содан кейін мен бір соңғы кезде бір байқағаным әлеуметтік желілер арқылы Тоқаевтың кезінде халық кедейленіп кетті деген, оның астарынан Назарбаевтың кезінде жақсы еді ғой деген ұғым туады санада. Сол сияқты осындай бір трендтер кетіп жатыр. Келісесіз ба сонымен Тоқаевтың кезінде халық кедейленіп кетті дегенге? Тоқаевтың кезінде кедейленіп кетті деген дүние бұл бұрынғы 30 жылда қалыптасқан жүйенің салдары деп қабылдау керек. Тоқаев келе салып оның бәрін бір соңғы билікке нақты отырғанын 2 жыл ғой, алдындағы 3 жылы Назарбаевпен екеуі бір тақты бөлісіп отырды да. Сондықтан соңғы 2 жылда сол бәрін өзгертіп халықты бір керемет үш баққа шығара қоятындай мүмкіндік болған жоқ. Оның үстіне біздің экономикалық жағдай, оның үстіне біз перманентті дағдарыстың жағдайында күн кешіп жатырмыз. Бұл дағдарысты жағдай әлемдік трендке айналып кеткен жағдайы бар. Сондықтан кедейшілікті, осындай қайыршылықты, елдегі бір қиыншылықтардың бәрін бірден әкеп осы қазіргі билікке үйіп-төге салуға болмайды. Ол ана бұрынғы биліктен қалған мұраның жалғасы деп қабылдау керек. Өйткені бүкіл жүйе, бүкіл саяси биліктің жүйесі, бүкіл елдегі қалыптасқан басқару жүйесінің бәрі бір адамның жеке бас билігіне арналған жүйе болды. Енді оның бәрін қазір бытшын шығарып бұзып, қайтадан бір әрбір институттың өзінің мүмкін болатын билігін бөліп беру мәселесі ол енді ғана жүріп жатыр, сен қозғалғандай болып жатыр. Оның өзі әлі соншалықты бір нәтиже бере қойды деп ойламаймын. Бірақ енді 30 жылғы кірпіш қаланған дүниені бір күнде бәрін динамит қойып жарып жіберетін емес. Соны ақырындап жаңағы қайта құру мәселелері жүріп жатыр. Ол баяу, оның үстіне жемқорлық, елдегі жемқорлық сол баяу қалпы мұрадан бізге бұйырды. Ол халықтың әлі дейін жаңа наразылығын тудырады. Оның үстіне біз қаншалықты әділетті Қазақстан құрып жатырмыз дегенімізбен әділетсіз деген халық көп. Мәселен мен депутат ретінде маған күніне 10 өтініш келетін болса, шағым келетін болса, соның 9-ы әділетсіз деген адамдар. Соттан әділет, тиісті мемлекеттік органдардан, жаңағы прокуратурадан әділетсіз деген сұраған, жалынған, жалбарынған халықтың өтініштері. 1% жаңағы бір даудамайдың дүниесі деген, екі жаққа бірдей жаңағы әркім өзінің уәжін дұрыс деп шындық іздеп жүрген ғой, сондай. әділет іздеп жүрген. Сондықтан бұл жағдайда әрине біз жаңағы ескі Қазақстанның осындай апатты жағдай емес, жалпы елдегі әрбір сәтті пайдаланып қалу қазір бір несі тенденциясы пайда болды. Оған мен байқап отырған, енді мен журналист болғаннан кейін өзің саясаткер болған әлеуметтік желіге тек қана пайдаланушы ретінде ғана кірмейсің ғой. Бір зерттеп кіресің, әрбір айтылған ой пікірлерді зерттеп, соның астарын қарайсың деген сияқты. Содан кейін жинақтап өзіңше мониторинг жасайсың санада. Содан келген кезде қазіргі билікке атылып жатқан тастың барлығы дерлік ол ескі Қазақстанның мүддесіне жұмыс істейді. Әсіресе салауатты саясаткерлер тарапынан айтылған анау халық ден қоятын, сөзіне құлақ бұратын
саясаткерлер бар ғой қоғамда, белсенді азаматтар бар, сөзінде дуасы бар деген сияқты. Осындай жаңа осы билікке айтылып жатқан сынның бәрі ол қазіргі жағдайда қалай болғанда да ескі Қазақстанның мүддесін қорғап кетеді. Біз енді осы жерде мен осы әлеуметтік желідегі біраз өзім білетін, кезінде аралас болған, қазірдің дейін байланыста жүрген азаматтарға ескертіп тұрам, жігіттер, біз енді салауатты болайық, салауатты жағдайға жетейік. Біз 30 жыл жаңа осындай ерегеспен жүрдік қой. Нәтиже қандай болды? Нәтиже ешқандай да болған жоқ. Тағы да 30 жыл жүреміз. Сондықтан кейбір сәттерде біз мына конструктивті бір моменттерді іздейік. Әлде бір ақылман болатындай мына қазіргі осы елдегі қалыптасқан билікке өзіміздің азаматтық қоғамның салауатты болған, біз сол билікпен деңгейлес диалогқа бара алатынымызды, біз келісім таба алатынымызды осы төлдің басында соны дәлелдеуіміз керек. Біз екі стөлдің екі басында отырып бір-бірімізбен жұдырықтасқаннан түк шықпайды ол. Одан нәтиже болмасын көрдік қой. Осы тұрғыдан келгенде қазір әрбір сәттен, әрбір осы әлеуметтік желінің әрбір бұрыш-бұрышынан ескі Қазақстанның жаңағы бір үні барған сайын қатты шығып келе жатқаны ол шындық. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, 30 жылға тағы созылып кетеді, ырду-дырду деп. Кезінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев айтып еді ғой, Қазақстан үздік 30 елдің қатарына ену керек деген. Сол арманымыз, сол бағытымыз кезінде өзіңіз білесіз жақсы, менен де Ли Куан Юдің реформасын Қазақстанға осында әкеліп, енгізіп, өзімізге адаптация жасап, сол бойынша жүреміз дегенбіз. Соның бәрі бүгінде өзінің жемісін қашан береді, қашан кіреміз сол үздік 30 елдердің қатарына? Бұның бәрі тағы 30 жыл күтеміз бе? Бұның бәрі кезінде осы суперхан деген жүйе қалыптастыру жөнінде үлкен науқан болды. Біз көбін өзіміздің қоғам білмеді, ол биліктің тарапынан оған шетелдің мамандары тартылды, идеологтар, технологтар тартылды. Сол суперхан идеясын жүзеге асыру барысында осындай бір жалған, далбаса, жұртқа үміт беретін, алдарқайтын осындай ұрандар пайда болды. 20-30-ымыз, 20-50 болды. Одан басқа да жаңағы, мысал үшін жаңағы, біз екінші кувейт боламыз деген Назарбаевтың аузынан өзінен естідік. Үздік 30-ға кіреміз дедік. Елдегі үздік, алдың қатарлы 30 елдің қатарына кіреміз дедік. Сол сияқты мынау қоғамды, халықты алдарқататын түрлі ұрандар болды ғой. Бірақ оның бәрі, ол айтқанда, желбүйен үрленген қарын сияқты, ана өзіміздің апаларымыз кезінде май сақтау үшін қарын түрлеп қояды ғой. Сол сияқты дүние болды. Сонда бұл нақты мақсат болған жоқ, бұл жалған, алдамшы нәрсе болды ма сонда бұның бәрі? Енді айтып отырмын ғой, сол жаңағы жеке бір адамның жеке бас билігін қалыптастыру жолында қалыптасқан осындай бір технологиялық құралдар ғой бұл. Біз енді мына адамның санасына манипуляция жасаған кезде осындай технологиялық құралдар пайдаланады. Ол енді біздің елде ғана емес, басқа әлемнің бәр жерінде бар. Бірақ бізде бұл үлкен бір мемлекеттік саясат деңгейінде жасалды, жүрді. Оған жаңа қыруар қаржы төгілді. Мысалы үшін шетелден Америкадан Мирчев деген сияқты бір біздің елде белгісіз сол сияқты бір миллионерлер тартылды. Олар өздерінің керемет бір жобаларын жасады. Керемет дегенде енді ол билікке керемет. Ол сол жобаларға миллиондаған қаржылар бөлінді. Осындай жаңағы манипуляциялық бір жобалар жүзеге асты. Олардың бәрі жаңағы ішінде дәні болмағанымен, мәйегі болмағанымен ол әрине жүзеге аспайды. Егерде біз көбейт болатын болсақ, бірінші кезекте мәселе мына біздің мұнайлы елдер, мұнайлы батыстың жағдайы қазір Қазақстанның жалпы жағдайы сәл болсын тәуір болу керек қой. Жоқ, олар кейбір жер жаңағы экологиялық тұрғыда тіпті Қазақстанның басқа аймақтарынан да жаман. Біз осы 70-ші жылдардың аяғы, 80-ші жылдардың басында басталған Эмират қандай, Саудия қандай, бізде бір 5-10 жыл кейін ғана бастадық қой. Қазір ол елдерде құмның үстінде гүлдеп тұр, құмның үстінде жаңа көгал жарқыраған ел.
Жап-жасыл суы бар. Кеше ғана түйе мініп жүрген, аңыратып, тайлақты аңыратып жүрген елдер бүгін әлемдік ягуарлармен жүретін мысалы. Бізде де ондай мүмкіндіктер болды, бірақ ол бізде елдегі ресурстарды бөлу мәселесі өрескел әділетсіз болды. Оны жаңа біріншіден жекешелендірудің салдарымен жаңағы шетелдік компанияларға көп мөлшерде кеткен өз алдына, одан қалғанын өзіміздің жаңағы жемқорлардың тонағаны өз алдына, Назарбаевтың отбасының бөліп алып өзіне жеке бір автономия жасап билік құрғаны өз алдына жаңағы біздің экономикамызда. Сонымен келгенде халыққа бұйырғаннан деген бірдеңе, сонымен ғана күн көрдік. Оның өзін Астана саламыз деп жаңа аймақтардың бәрін қайыршы қалыпта қалдырдық та Астанаға төктік. Енді қазір міне осы әрине Астанамыз қазір жақсы қала, әдемі қала, бірақ ол ауылдың есесін жеді, аймақтардың есесін жеді. Міне айналып келгенде осындай халықтың қамшысы дейсіз ғой. Біз осындай жалған 30 жылда өмір сүрдік, виртуал бір замандарда болған сияқтымыз. Ермат аға, анықтаушы сұрақ қояйын деп отырмын өзіңізге. Көптеген әріптестермен де сөйлесем, тұрғындармен де сөйлескен кезде жаңа Қазақстан мен ескі Қазақстан деп бөлумен келіспейміз дейді. Неге? Өйткені қанша жаңа Қазақстан десек те, қазір тұрып жатқан сол азаматтардың ескі Қазақстандағы қазақтар ғой дейді, жаңа Қазақстан айдан түсіп салбырап келген жоқ дейді. Неге бөледі дейді сол қазақты? Біз бүгінгі тұрып жатқан сол 20 миллион қазақ сонда тұрып жатырмыз ғой дейді. Сонда сіз келісесіз бе? Қалай өзіңіз принципиально жаңа Қазақстан? Әрине, былай материалдық тұрғыда қарағанда, әрине жаңа мен ескі деп бөлетін ештеңесі жоқ бұл жерде. Бір халық, бір билік, бір мемлекет, бір Қазақстан. Бірақ біз мына сана, біздің мына саяси сана тұрғысында мына деградация жасау мен өзім дұрыс деп санаймын. Өйткені біз ескі жүйеден құтылу керек қой. Соның бір шекарасы болу керек. Бір шекарасы болу керек. Сол шекарадан бастап жаңа Қазақстан деп бір өзіміз санал мынау виртуалды түрде өзіміз шекара бөліп алғанымыз болмаса, әрине ол бір Қазақстан ғой. Бірақ дегенмен біз ескіден құтылмайынша ешқашан жаңа болмайды. Оның үстінде ескінің өкілдері әлі отыр. Мен өзім ойлаймын, Назарбаевтың өзі қазір әлі дейін әсіресе мына экономикалық салада, қаржы саласында, энергетика саласында оның адамдары, өкілдері, әлдеқандай олигархтары, сырттағы, іштегі әлі дейін елдің экономикасын әсер етуге, ықпал етуге күшін салып жатыр. Әрине, мен соңғы кездегі ақпараттарды қарап отырсам, әрине мына жаңа билік жария етпей, халыққа, елге жария етпей, бұлай үн-түнсіз астыртын түрде ескі Қазақстанмен қатты күрес жүріп жатыр. Мен оны соңғы бір-екі құжаттарды да көрдім. Мәселен, Тимур Кулебаевқа байланысты қазір қандай әрекеттер жасалып жатқанда мен білем, бірақ енді қазір жария ете алмаймын. Мысалы үшін бұл енді бір өйткені активтерді қайтару мәселесінен шығады ғой. Осы тұрғыдан келгенде басқа да олигархтарға, басқа да жаңағы Назарбаевтың төңірегіне байланысты істеліп жатқан біраз шаруалары бар, бірақ бұның бәрі аз әлі. Бұның бәрі жаңағы біз. Оның бәрі жария болады жақын арада? Мен ойлаймын, енді оның бәрі біртіндеп жария болады. Жаңағы Тоқаевтың былтыр бір күзде қыстың басында айтқан сөзі бар ғой. Біз Қазақстанды қадам-қадаммен өзгертеміз деп. Сол қадам-қадамына сенуге тура келеді. Басқа бізде үміт жоқ. Сол қадамына байланысты біртіндеп бұл жағдай жария болады деп ойлаймын. Себебі егерде жариялы болмаған жағдайда қоғам жаңа биліктің іс-әрекетіне сенбейді. Біз қоғам тарапынан қазір мынандай ұран бар. Неге жалынып жалпайып отырмыз ескі Қазақстанға, мына Назарбаевқа? Әкеп неге қамамаймыз? Неге оларды тоғытып, әкелерін танытып, сонан кейін бәрін жауып, жаңа Қазақстан құрмаймыз деген сияқты. Оның бәрі айтуға оңай, айтар ауызға оңай дүние. Әрине, әлгі силовой күштік әдістер қолдануға болатын жағдайлар бар шығар. Оның өзінде мен байқап отырмын. Оның жаңағы жария қылмай істеліп жатқан дүниелер. Мәселен, кеше ғана қамалған Тұрғынбаевтың мәселесі. Ол әшейін аяқ астынан бір күні қамаңдар деген жоқ қой. Ол астыртын жүріп келген шаруаның нәтижесі. Енді оның жалғасы жүріп жатыр. Мына әсіресе мына қаңтар мәселесіне келгенде, мына Тұрғынбаевқа келгенде, біз анау қарапайым қатысқаны бар, қатыспағаны бар қаңтарға азаматтар тоғыттық қой түрмеге. Сотты болды, үтік бастық, жаңа күйдірдік, жазаладық деген сияқты неше түрлі әрекеттер болды ғой. Ал енді мына билік тарапынан ондай ұйымдастырушылар жағына,
ондай әрекеттер болған жоқ. Содан халықтың біз наразылығын тудырдық. Енді біртіндеп ана осы Тұрғынбаевтың деңгейіне жеттік. Өткендегі жаңағы анау Самат Әбіштің соты тағы да күлкілі болды. Бұл да қоғамда бір сенімсіздігін тудырады билікке. 8 жыл шартты түрде соттау деген не бұл енді? Күлкілі жағдай ғой. Осындай бізде бір аяқты аңдып басу, жасқаншақтық, жалтақойлық, осындай әрекеттер бар. Осының бәрі қоғамға кері әсерін тигізеді. Бізде осы мәселелердің бәрін жүйелеп қоғамға жеткізіп жатқан соң ақпаратта тапшы. Мәселен, президенттің аппараты таң төңірегінен айына 1-2 рет брифинг беріп, қоғамға қандай жұмыстар жасап, бәрін жәрі ашып тастап, жарқылап тастау қажет емес. Бірақ қоғамға бір ақпараттар беру керек. Дозированно. Сондай саналы азаматтар оның бәрін түсінеді. Бұлай екен ғой. Сөйтіп жатыр екен ғой. Пайымдап отырады. Бізде бұл жақтан жым-жырт. Бізде мемлекеттік органдардың өзі кейбір мәселе жөнінде бір мәселен атқарып жатқан шаруалары жөнінде айта алмайды ғой. Істеп жатқан тәп-тәуір жұмыстары бар шығар, мәселен. Соның өзін айта алмайды. Айтатын соның өздерінің ресми өкілдерінің жағдайын көрініп тұр, мәселен. Анау сыртқы істер министрлігінде Смадияров деген азамат бар. Ол айына 1-2 рет шығып, қордаланған мәселелер жөнінде, қоғамда пайда болған мәселелер жөнінде айтады. Оны түсінесің, түйсінесің. Әрине көбін қабылдарсың, біразын қабылдамассың, бірақ дегенмен қоғамға ақпарат береді. Қоғам оны қабылдайды. Ал басқа бір министрлік тарапынан жым-жырт қой. Соның бәрі айналып келгенде, үнсіздіктің бәрі айдап келгенде президентке тиеді, одан кейін парламент. Өйткені заңды қабылдаған парламент, депутаттар халықтың өкілі дейді. Содан келеді де жаңағы президенттің командасы жағынан үнсіздік, парламенттегі бір 15-20 шақты депутат бірдеңелерін айтып, жаңағы қоғамның қарсылығына, наразылығына қарсы емес, соларға түсіндіріп әлек болады. Оны біраз түсінсе, біразы жаңағы сатқындар деңгейіне жеткізіп қояды. Сондықтан осындай бір ресми ақпарат болмағаннан кейін өсек шығады дейсіз ғой. Түсініксіз осындай майдан жүріп жатыр, мән-мағынасы белгісіз. Осының бәрі жаңағы өзің қозғап отырған ескі Қазақстан мен жаңа Қазақстанның арасындағы көзге көрінбес текетірестің жалғасы ретінде туып жатқан әңгімелер, ақпарат қой сондай. Мен сізге қойым келіп отқан бір 2-3 сұрағымды өзіңіз бірден айтып кеттіңіз. Дей тұрғанмен де жаңа Тимур Кулебаевқа қатысты аға. Мынау су деп айттық, жаңа топан су басты елді. 10 облыста төтенше жағдай жарияланды. Президент ұшып барды. Сосын кейін президенттің сөзінен кейін өзіңіз білесіз, еліміздегі ірі бизнесмендер көмек бере бастады, бір-бірімен жарысып. Соның ішінде Тимур Кулебаев та болды. Мен соған қатысты айтам аға, мына 30 миллиардты бөлді. Жақында өткен аптада соның артынан бірден бір ақпарат шықты. Халық банкі 100 миллиард теңге көлемінде дивиденд алады дейді. Сонда Тимур Кулебаев елге бір 30 миллиардты лақтырып бере салғандай болды да, мына жағынан 100 миллиард теңгені опырып алып жатыр. Сонда мен ойлап отырмын, Тимур Кулебаев өзінің мүмкіндігімен неге мысалға 10 облыстың 5 облысын бірдей алып, мысалға жауып, жаңағы кем-кетігін бәрін, керегін бәрін бірден неге сол 100 миллиард алып бере салмасқа, неге 30 миллиард беріп отыр деген. Мен ойлаймын да, сол бір жағынан сіз ойламайсыз ба, Қазақстан халқына ақшасын аяған бір сараңдық емес па солардың? Енді жаңағы Қазақстан халық банкінің дивиденді бұл Қазақстан халқының ақшасы емес деп қарайық бірден. Бұл банкінің ақшасы, банкінің жаңағы акционерлерінің ақшасы. Енді бірақ оны біз негізінде Тимур Кулебаев пен Динара Кулебаева дейміз ғой, негізгі екеуі. Бірақ бұның осы екеуінің үлесінің ішінде басқа да біз көзге көрінбейтін тұлғалар бар ғой. Мысалы үшін жаңағы Назарбаевтың өзі бар, мүддесі бар. Одан кейін Асқар Кулебаев бар, Тимурдың әкесі. Ол кісі мынау қоғамда көрінбейді, ол шықпайды. Ол кісі өте бір былай айтқанда азаматтық, салауатты позиция ұстанған адам. Бірақ дегенмен оның Тимурға әсері бар ғой. Тимур тәрбие көрген, тәлім көрген, әкенің өнегесін көрген адам ретінде оның сөзінен асып кете алмайды. Сол сияқты басқа да акционерлер бар, жаңа кезіндегі миллионын салған, анау-мынау деген сияқты жаңағы халық банкінің үлес акцияларын бөліп алған адамдар бар ғой. Бірақ дегенмен жаңа сіздің сұрағыңыздан туады, жаңа неге осылай пәленбай облысты неге бөліп алып, осы деген.
бұл енді бұл жерде ең басты мәселе бұл таным дүниесінен туады ғой. Мысалы үшін өзі Тимур Кулебаев қазірдің мысалы үшін қарапайым адам ретінде қарайық. Мен Тимур Кулебаев болса, мен жаңа Қазақстан ұрғылап жататын болса, жаңағы мені қазып жатса, анау шетелдегі тыққан офшордағы ақшаларымды іздеп жатса, активтерімді іздеп жатса, мен мұны жақтан алып алып жаңағы мынандай халыққа осы биліктің айтқанына көніп жатуы мүмкін емес қой. Бұлай адами тұрғыда. Әрине, ол жаңағы қазіргі мына активтерді қайтарудағы бір үлкен біз түсінбейтін, қоғам әсіре түсінбейтін бір момент бар. Бұл анау добровольный, өз еркімен қайтару деген мәселе жүріп жатыр қазір. Қазір осы мынау жаңағы көптеген мынау активтерді қайтару комиссиясының, оңғы мынау активтерді қайтару комитетінің негізгі саясаты қазір активтерді өз еркімен қайтару. Репрессиялық емес. Осындай қазір саясаттың кезеңі жүріп жатыр. Осы біткен кезде, мен ойлаймын, қазір осы саясат бітеді, ол ұзаққа созылмайды, бір ары кетсе 1 жыл, 2 жыл, ол бітіп қайтарғаны қайтарды, қайтармағаннан кейін барып жаңа күштеу тұрғысы кіреді деп ойлаймын. Ол міндетті түрде болу керек. Өйткені әділеттілік орнату ол әшейін бір мәмілемен ғана шеше салатын дүние емес қой. Мәселе менің офшорда 1 миллиардым жатса, мен мемлекетке оның бір 50 миллионын ғана қайтарып қалғанымен шалқып өмір сүріп жүретін болсам, ол әділеттілік пе? Сондықтан оның үстіне олар ұрланған ақша болса, Қазақстаннан заңсыз шығарылған ақша болатын болса, қаражат болатын болса, активтер болатын болса, онда әрине бұны аяғына дейін жаңағы екінші этапында ол күштеуге, заңға тартылуға, оның кейбір жаңағы экономикалық қаржылық мәселесіне байланысты қылмыстық істер қозғауға дейін баратын бір этап басталады деп ойлаймын. Жақсы. Келесі сұрақ енді өзіңіздің парламенттегі жұмысыңызға байланысты. Сіздің пікіріңізше парламентте заңдарды өткізуге немесе керісінше өткізбеуге қатысты лобби бар ма? Енді қоғам болғаннан кейін, оның кейін парламенттің контингент жаңа депутаттар корпусында өзі әртүрлі жаңағы азаматтар болған кейін, саяси партиялар бар, олардың артында тұрған ықпалды күштер бар, партиялардың бір қалай болғанда да бір әлеуметтік топтар бар. Сондықтан кейбір мәселелер жөнінде әрине лобби бар. Мәселен, мен байқап жүрмін соңғы кезде мынау вейпке байланысты мәселеде біз өткізе алмай жатқан кейбір жағдайлар бар, баптарды, нормаларды кіргізе алмай жатқан. Оңға мынау наркотикке байланысты, тағы сол сияқты мынау лудоманияға байланысты мәселеде осындай лоббилардың тобын байқауға болады. Енді мен нақты көзіне шұқып айта алмаймын, айтуға менің этикалық тұрғыда қақым да жоқ. Мен әріптестерімді қалай айта аламын мәселен. Агробанк құрамыз деп отыр біріміз. Қаншама жыл болды игермелеп отыр ол сұрақты? Ол енді агробанктың мәселесі, мен оны қолдаймын негізі, агробанк құру мәселе жөнінде. Ұлттық банк оған қарсы шығып отыр ғой, үзілді кесілді. Енді болған ондай керек емес, пайдасы жоқ деп. Ол ойлар қайдан туып жатыр? Бізде мына агросаланы қаржыландыратын басқа институттар бар ғой, жаңа. Бәйтерегі бар, дамуы бар, басқасы бар деген сияқты. Казагрофинанс деген сияқты. Соларды сылтау етіп осындай бізде бар. Енді оны жаңағы оны тағы да бір велосипед ойлап табудың қажеті қанша, Америка ашудың қажеті қанша деген тұрғыда. Негізінде соның бәрін жойып, бір агробанк арқылы қаржыландыру саясатын қалыптастыруға да болады. Оның да лоббилары болып тұр. Яғни парламентте лобби бар, дұрыс қой? Әрине бар, мен оны жоқ, лобби жоқ, бәріміз бір халық үшін түгелдей 100% қырқысып жатырмыз деген тұрғыдағы әңгіме өтірік болады біріншіден. Екіншіден ақиқатын айту керек. Әрине әлеуметтік бір саяси күштер болған жерде ондай тартыс болады. Ол міндетті түрде болатын дүние, онсыз болмайды. Бірақ біз халықтық мүддені, мемлекеттік мүддені, елдік мүддені одан жоғары қойып, сол жаңа лоббиларды жеңе білуіміз керек. Бұл жаңа мынау кәдімгі қалай айтуға болады? Ешқандай дау-дамайсыз, тартыссыз, бір-бірімізді жаңа жағадан алмай, басым көпшілік дауыспен жеңіп отыруымыз керек. Осы тұрғыда. Енді бірақ дегенмен мен ойлаймын, бәрібір халықтық мүдде түбінде ол бәрібір жеңеді.
Аға, сіз парламентке бір мандаттық округтан келдіңіз, Алматы қаласынан. Сізіңіз өткен жылы міне ат басын тіреп. Енді былай айтқанда сіз жалғызсыз. Бір округтен бір мандаттық қой. Ал қазақта сөз бар ғой, жалғыздың үні шықпайды дейді, жаяудың шаңы шықпайды дейді. Сіз болашақта партия құру ойыңыз жоқ па? Жоқ, мен бұл этаптан өттім партияны. Біз кезінде анау 90 жылдардың соңында құрылған РНПК деген партиядан бастап Республикалық халық партиясы ол кезде мынау қазіргі көрермендер көп біле бермес, Әкежан Қажыгелден бастап құрған партия болатын. Оның құрамында Ғазиз Алдамжаров болды, мәселен сол сияқты біраз азаматтар болды. Онан кейін ол партия жабылғаннан кейін біз Ақжол болды, оның құрамына келіп кірдік. Онан кейін Ақ жол болды, Ақжолдың тағдырын білеміз. Онан кейін барып Азат партиясы болды, мына ЖСДФ партиясы болды. Мен бәрі Қазақстандағы соңғы 30 жылдағы партиялық құрылыстың ортасында жүрдім десем болады. Орда қайнады. Иә, сондықтан мен бұл мәселені былай түсінемін. Қалай партия құру, бұл бір мынау қарапайым халықтың, қоғамның тарапынан басталған бастама, ол жүзеге аспайды. Мәселен, жаңағы бір желтоқсаншылар жиналысын дейші, желтоқсан партиясын құру, ол жүзеге аспайды. Себебі біздегі мемлекеттік мүддені билік пен қоғам арасында екі түрлі көзілдірікпен, екі түрлі дүрбімен қарайды. Мына жақ мәселен жаңа бәрін қиратып, бәрін жаңадан саламыз десе, мына билік жағы ол жаңағы тіпті басқа көзқарас. Олар мемлекеттік тұрғыда деп өздерін белгілейді. Сондықтан екі ортада антагонизмнің негізінде бұл ондай қоғам тарапынан бастамамен партия құрылғанымен осы 30 жылдық тарихта оны көрген жоқпын. Ол болғаны тек қана жаңа кезіндегі РНПК партиясы, бірақ оның өзі Әкежан Қажыген биліктен келген азамат. Сондықтан негізі партия керек емес пе сонда? Жоқ, биліктен оппозицияға шығып келген азаматтар, қаржы бар, басқа да мүмкіндіктер бар, жаңағы командасы бар деген сияқты, олар тарапынан көтерілген бастама біртіндеп партия құруға ұласты. Бірақ соңғы кезде, айтайық бір 2007-8-де Алға партиясы жабылғаннан кейін, оның онда бастамасы биліктен келген Әбіләсіп болатын, басында тұрған негізгі бенефициары. Одан кейін қазір ешқандай да партия құру жөніндегі қоғам тарапынан, оппозиция тарапынан дейші, бастамалар жүзеге асқан жоқ. Кейін құрылған мынау партиялар бар ғой, жаңағы елді. Мынау республика, халық дейміз, бірнеше өзгеріп келді де, сол халық болды. Бұлар тұрғысында менің деңгейімде, менің тұрғымда оларға бір анау мынау деп айтатын қазіргі мен ондайды қаламаймын. Мен көрдім олардың қалай құрылғанын, қалай болғанын, қалай жасалғанын, қалай сайлауға түскенін бәрін білемін. Қолда жасалған деп па? Сондықтан бұл тұрғыда мен баға бермей қояйын. Бұл енді саясат технологиясына қажет дүние болған шығар. Бірақ бұл қоғамдық бір қатынастарды дамытудың құралы бола алмайтын жағдай екеніне көзім жетеді. Бірақ дегенмен сол партиялардан келген азаматтардың парламентте жүрген. Мен жаңағы елдік мүддесі, азаматтық деңгейі, жаңағы білімі, біліктілігі жоғары екенін көріп жүрмін. Мен оларды сыйласпыз, біз бір-біріміздің пікірімізді қолдайтын жағдайлар болады. Сондықтан мен бұл жерде енді қазіргі отырып алып, мына жерде анау ақ, мынау қара деп жаңағы бөлшектейтін жағдай емес. Бірақ дегенмен халықтың тарапынан, жаңа өзің сұрағыңа байланысты, халыққа партия қажет емес пе деген. Халыққа партия қажет. Егерде біз шынында да парламенттік республика болатын болсақ, онда біз халықтың партия құру жөніндегі бастамасына мүмкіндік беруіміз керек. Бірақ біз партия құрмақ тұрғы, біз митингілік саясаттан өтпеген халықпыз. Бізге митингілі өткіздірмеген жағдайымыз. Қазір де қарқып митинг өткізіп жүрген жоқ. Оның үстінде сол митингге келетін адамның санын да білеміз. Сондықтан бізде қоғамның саяси деңгейін кезінде жоғарықтан тұншықтырып келді. Халықтың мынау азаматтық ерік жігерінің қырарқасын сындырып тастады. Содан қорқыныш, үрей пайда болды.
содан қазір қоғамда апатия саяси тұрғыда. бәрі соцсетте отыр дейсіз ғой. Иә, сондықтан жаңағы қамау болды, қудалау болды, партия құрмақ болған, билікке таласпақ болған азаматтардың біразы атылды, айдалды, шетке қашты. Содан қалыптасқан қазіргі жүйе осындай. Біз енді осыны қазақтың азаматтық ерік жігерін реанимация жасау жөнінде бір әрекеттер жасалып жатыр. Бірақ енді ол қаншалықты тиімді болады, оны білмеймін, оны уақыт көрсетеді. Бірақ біз енді билік тарапынан жасалып жатыр. Билік тарапынан жасалып жатыр. Бірақ қоғам сондай әрекетке осындай бір оны толыққанды бір әрекет деп қабылдамайды, оның бәрі жаңағы жасанды сценарийлар деп қабылдайды, манипуляция деп қабылдайды. Біз қалай болғанда да билік пен қоғамның арасында бір береке табатын, мәміле табатын диалог болу керек. Біз жаңағы биліктің бір бастамаларына қоғам қарсы өре түрегеліп, екі ортада бір әлгі точка соприкосновения дейді ғой, сондай табуға тырысуымыз керек. Біз қалай болғанда да әрбір бастаманың, әрбір әрекеттің мәйегі болады, бір дәні болады. Сол дәнін таба біліп, сода осы жөнінде. Ол не түрінде болуы мүмкін? Мысалы бізде құрылтай бар, өзіңіз білетін ұлттық кеңес болды, сонда бәрі жиналады, дөңгелекте талқылайды. Құрылтай, бұл енді құрылтай деген президенттің бастамасымен құрылған құрылым ғой. Бұл жылына бір рет өтетін, қоғамда қалыптасқан, қордаланған мәселелерді президенттің құлағына жеткізетін, соны бір талқылайтын бір реттік қана құрылым. Бізге мынау мемлекетпен, билікпен қоғамның арасындағы диалог дегенде бұл тұрақты перманентті түрде жүріп тұру керек. Мысалы үшін бүгін үкімет бір қаулы қабылдады ма, соған байланысты реакция болу керек, мәміле болу керек, мәлімдеме болу керек. Біз құрылтай келгенде айтамыз, күтіп отырайық деп болмайды ол. Қоғам уақыт деген сырғып жатыр, ақпарат деген зырлап жатыр бәрі. Сонда бір жылдық болатын дүниені күтіп, келесі жылға ендігі Көкшетауда болатын құрылтайды күтіп отырайық деген болмайды ол. Ол стратегиялық бағыттағы қоғамның, елдің, мемлекеттің қордаланған мәселелерін айтатын, соны қозғайтын платформа. Ол күнделікті біздің мына қоғамда болып жатқан күнделікті оқиғалардың мәселесін, соның жаңа анализін талдайтын дүние емес қой. Сондықтан біз, мен ойлаймын өзі, әсіресе қазір біздің мына қоғам тарапынан, қоғамдағы азаматтар тарапынан осындай бір салауатты бастамалар көтерілу керек. Біз қоғам мүдделі болу керек жаңа Қазақстанға. Қазір қоғам жаңа Қазақстанды сынға алады да, оны бір билік жасап беретіндей көзқарас. Жаңа Қазақстан жасалмай жатыр, жаңа Қазақстан жоқ дейді. Біз әркімнің өзінен бастауымыз керек қой, әркімнің өзінен дегенде кеше бір азаматпен бір жолығып әңгіме болды. Сол кезде жаңағы ол семьясында не істеп жатқанын айтты маған. Өзінің жаңағы баласына, қызына жаңағы тіл мәселесінде қандай, жалпы қарым-қатынас мәселесінде қандай не істеп жатқанын айтты. Мен сонда көзім жетті. Әркім өзінің отбасынан бастау, әркім өзінен бастау керек деген әңгімені. Таңғалатындай нәрсе айтты ма сонда сізге? Жоқ, таңғалатындай емес, бірақ әрбір азамат мынау өзінің қоғам алдындағы бір парызын ол бір айғайлап мен осылай істеп жатырмын деп айту міндет емес қой. Сенің күнделікті тіршілігің, тірлігің, осыны біз бір мына жаңа өмірге, елдікке бағыштап жатқанымызды білмейміз, сезбейміз. Бірақ бұл азаматтық ұстаным, ол өзіміздің мына санамыздағы, бойымызға менталды түрге сіңген қасиет. Соны біз бір еріксіз бір әлеуметтік қоғамдық күштерге қарай ықпалымызды жасайтын болсақ, онда мен ойлаймын, сол біздің елді өзгертуге әрбір азаматтың үлесі деген сол болады деп ойлаймын. Енді мен бұл жерде кішкене бұл философиялық бір терең әңгіме, оған баратын емес. Бірақ қалай болғанда да мен өзімнің ойым, біз мына азаматтық қоғамдағы здоровый сила дейді ғой орысша айтқанда, салауатты күштер, салауатты саясаткерлер
айтары бар, халық тыңдайтын анау лидер общественный мнение дейді. Сол сияқты азаматтар билік тарапынан шыққан әрбір бастаманы жаңағы бір на штыки принимать дейді ғой. Соған бір найза қадап қарсы шығу әрекетінен соны кішкене біз қайта қарауымыз керек. Осы стратегияны қайта тактиканы өзгертуіміз керек. Өзгерткенде жоқ билікке жаңа аяғына жығылу емес бұл жерде мәселе. Біз сол мемлекетте пайда болған дүниені бір тақырып пайда болды дейік. Мәселен мен Қарашығанақты сотқа берді билік. 150 миллиард қайтару жөнінде. Алынбаған салықтар, экологиялық тұрғыдағы жаңағы нарушениялар дейді, сол жөнінде. Қоғам тарапынан бір сөз жоқ қой. Бұл деген 150 миллиард деген дүние Қазақстанның 4 жылғы бюджеті. 4 жылдан емес, 5 жылғы дейді бюджеті. Бұл үлкен, егерде қоғам осыны қабылдап жаңағы митингіге соған шықса, біз осы мәселені қолдаймыз. Біздің халықтың жаңағы ұрланған немесе біздің аузымыздан жүріп кеткен қаражатты қайтаруды біз талап етеміз деп көрсететін болса, ол енді америкалық компания ғой. Жаңағы ішіндегі негізі Қарашығанақты игеріп отырған консорциум ішінде америкалық компания бар, батыс еуропалық компаниялар бар. Олардың бәрі елдегі қоғамдық жағдайды түсінетін деңгейдегі мемлекеттер ғой. Сондықтан біз осыған үлес қоса алмаймыз. Осындай бір жақсы дүниені қолдай алмаймыз. Бізге тек қана билік пен қоғамның арасында бір ерегесті ғана білеміз. Арылдасып, қырылдасуды ғана. Оны мен түк шықпайтын, мен осы 30 жылда жағымды жағында көрсету керек дейсіз осы. Жоқ, көрсеткеннен бұрын біз содан сол мәселе, жағымды мәселелерді өзіміздің жағымды реакциямыз болу керек қой. Біз анау елді өркендету, дамыту, алға жылжу тұрғысында тек қана қараны көрмей, ағы да бар екен мынаның, қара мен ақтың арасында бір сұрғылт бояу бар екен деп соны мәміле үстеліне ұсынып, диалогқа шыққан кезде осыны айтып, бірақ осыны дамытудың басқа да жолдары бар, теттері бар. Давай осыны келісейікші деп билікке ұсыныс жасап, мен қоғам тарапынан бастама болсын дегенім осы. Біз қоғамды билікке салауатты болғанын, ол жаңағы келісім үстеліне отыратын деңгейге жеткенін билікке мойындата білуіміз керек. Билік соны түсіне білу керек. Билік оларды да қоғамынандай маргинальный болатын болса, бұлар ертең құртады мемлекетті. Ертең біздің болашағымызды құртады, дінін құртады деп деген ой пайда болады. Ол жерде де ет пен теріден жабылған, сүйектен жарылған азаматтар отыр ғой. Ол жерде анау шығанларды естіп отыр анау. Бірдеңеден айтсаң ол дүре түргелет қарсы болады. Бұлармен қалай біз ертең күні мәміле табамыз дейді. Бізді қоғам тарапынан бір салауатты әңгімелер айтылмайды ғой. Біз тек қана бір жамандықтар, негативтер. Бір тәп-тәуір елдің болашағына керекті бір жақсы әңгімелер туады, бастамалар туады, бірақ оны екі жақ бірдей қабылдай алмайды. Біреу қарсы, біреу жаңағы сонымен барады да ол шала-жал. Халықтың бір өкпесі, қара өкпесі, қара қазандай сондай бір тұрған жоқ па көкейлерінде? Өйткені реніш бар ғой 30 жыл бойы. Енді бұл реніш әрине наразылық деген дүние әбден социальная несправедливость дейді ғой. Әділеттілік, әлеуметтік әділеттілік болмағаннан кейін халық әрбір биліктің әрбір бастамасы тыңдағысы келмейді. Ар жағынан өзінің нәпақасы бар, өзінің күнкөрісі бар. Билік бірден айтса болды, ой мынау керек емес. Өне кешегені Тұрғынбаевты соттап еді, қамап еді. Анау әлеуметтік желіде шығып жатыр, ой ертең Самат Әбіш сияқты шығарып жібереді. Анау бүйтеді, алдап ақшасын төлетіп алады деп. Біз бәріне осылай қарайтын болсақ, әрине ештеңе болмайды. Біз оны талап ете білуіміз керек. Міне қамалдым, енді ананы қамайық. Анандай бар, мынандай біз аргументпен сөйлейік кішкене. Жаңа отырып алып, жатып алып, жаңа диванның шетіне немесе жылы пештің диванный герой болмай ма? Ерге, мынандай бір сұрақ, жақында ғана елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заңға президент қол қойды, өз күшіне енді, оны ортасында өзіңіз жүрдіңіз. Енді менде мынандай бір сұрақ бар. Осы заң әрине керек, бірақ өте шұғыл тез арада қабылданған жоқ па? Неге? Өйткені жаңа өзіңіз де басында айтып кеттіңіз ғой, лудоманияға қатысты заң бар, заңның несі жатыр. Және тағы да анау құрылыс кодексі бар, несие алудың жаңа талаптарына қатысты көптеген заңдар жатыр. 1 жыл, 2 жыл тепкілесе де орнынан қозғалмай. Ал мынау тұрмыстық зорлық-зомбылық прям бірден алды да
жарты жылдың ішінде тарс қабылданып кетіп қалды. Енді мен бұны сұрақты қойып жатқан себебім, біз өзіміздің қазақ халқында өзінің бір ерекше, басқа ешкімге ұқсамайтын менталитеті бар. Өзінің дәстүрі, салты бар. Осыған орай қазір әлеуметтік желіде бұл заңды тек қана жақтаушылар емес, қарсы шығып жатқандар да бар. Неге? Өйткені айтады, қазір әйелдің, баланың қоғамдағы рөлін мықтады, ал еркек сонда кім болып қалды, шетте қалып қалған жоқ па деген әңгімелер көп шығып жатыр. Осыған қатысты сіздің депутат ретінде және азамат ретінде пікіріңіз қандай? Енді бұл өзі осы заң тұрғысында мен бір сұрақ қоямын деп қоғамның біраз сынақ алған жағдайым бар. Біз қазір осы заң қабылданғаннан кейін, осы қабылданғанға дейін, қабылданғаннан кейінгі бірер жыл, мүмкін бірер ай уақыттан кейін эйфориямыз басылады. Бұл эйфория қайдан пайда болды? Бишімбаевтардан пайда болды, солай ма? Онген қоғамдағы жаңағы 1,5 әлеуметтік желіге шыққан бір зорлық-зомбылық фактілердің негізінде пайда болды. Әйелдерді ұрып жатқанын, өлтіріп жатқанын көрдік. Жаңағы тіпті бөлшектеп тастағанына дейін болды. Осы негізде жедел түрде қабылданған заң болды. Бұны біз жаңағы соңғы кезде Бишімбаев синдромынан пайда болды деп айтамыз, е? Бірақ біз уақыт келе бұның бәрі мынау санадағы бір қалай айтуға болады, уақытша синдром ғой. Біз ашуға бір сүйменетіне туған, дер кезінде туған бір ойлардан, әрекеттен, эмоциядан. Бірақ енді уақыт өте келе бұның бәрін жаңағы орнына қояды, плюсын, минусын бәрін айқындайды. Сол кезде барып баға бермесе, қазіргі жағдайда мысалы үшін неше түрлі бір әлеуметтік желілерде сөздер айтылып жатыр. Бірақ мен өзім депутаттық тұрғыда әрине бұны да жаңағы қолдаймын, дауыс бердім бұл заңға, бұл заңның бастамашыларын да қолдаймын бұларды. Ал енді азаматтық тұрғыда келгенде өзіңіздің әңгімеңізден туады, біз қоғамды бір заңмен ғана тәрбиелей алмаймыз. Біз бір заңмен бәрін басып, жаншып тастап, біздің 1000 жылдық дәстүріміз бар, семьялық, отбасылық дәстүріміз бар. Отбасылық қалыптасқан әке мен баланың арасында қарым-қатынас бар. Ана мен жаңағы отбасының арасында қалыптасқан дәстүр бар. Осыларды біз осыған мән беруіміз керек. Осы біздің жаңағы қалыптасқан ұлттық дәстүрімізді осы заңмен бірге енді ары қарай қоғамда жұмыс істеуіміз керек. Біз жаңағы заңды қабылдап, міне заң қабылданды, енді әрқайсысы басын көтерген еркекті осы заңмен басынан перемізде отырған пере, ол болмайды ол. Біз енді осы заңмен бірге жаңағы өзіміздің ұлттық менталитетімізге сіңген дәстүрді насихаттау, соны әрбір семьяда, отбасында, мемлекетте, телевидениеда, әлеуметтік желілерде, міне өздеріңді айтып, жаңағы миллиондық жаңағы каналдар бар ғой, арналар, YouTube, Telegram каналдар. Осында тұрған азаматтар да соны осы біздің ұлттық мәселенің ұлттық мән мақсатын түйсіне білу керек те, соны көтере білу керек. Ал біз енді жаңағы бәрін бір заңға қарап, заң қабылданды, енді бәрі жақсы өттігін оның бәрі былай айтқанда былжырақ сөз. Аға, енді жаңа бәрі Бишімбаевтан шығып жатыр деп айттыңыз өзіңізде. Қалай ойлайсыз? Бишімбаевтың ісі Қазақстанның ғана ісі болған жоқ, бүкіл әлемді өзіне қаратып отыр қазір, шын айту керек. Бишімбаев қандай жазаға лайықты деп ойлайсыз өзіңіз? Мен енді мынау қоғамдағы қазір Бишімбаевтың ісіне деген, мына сотына деген көзқарастар деңгейінен қарасам, Бишімбаев ең ауыр жазаға қазіргі біздің заңда бар, соған лайық. Лайық болғанда оны бәлкім жаңағы 25 жыл бермес, 21-17 жыл берер, 18 жыл берер, е? Бірақ оған билік те сот орында мәжбүр болады солай беруге. Қоғам ертең күні оған 15 жыл беретін болса, 14 жыл беретін болса, халық түсінбейді, қоғам түсінбей қалады оны. Көтеріледі деп ойлайсыз? Иә, көтерілмес енді, бір Бишімбаев үшін көтерілмейді. Бірақ дегенмен сотқа деген көзқарас біздің әділетсіздігіне халықтың көз одан ары жете түседі. Өткендегі Самат Әбішке 8 жыл берген сияқты, е? Сол сияқты біздің соттың өзі қазір деңгейі әбден мынау табалдырыққа дейін жетті ғой. Онан кейін тіпті айтады қоғамда қалыптасып, ой, мынау біздің сот емес деген сияқты. Сол сияқты осындай кейбір сәттерде соттың өзі қоғамдық пікірдің еркіне еруіне мәжбүр болады. Сондықтан мен ойлаймын, қазір оған максималды түрде
срок Беру береді, керек, иә. береді. Бірақ Кесіп егерде- тастайды дейсіз бірақ кейін кесіп тастауы мүмкін аздап. Жаңағы бір Амнистия, 5-6 мындай, амнистиясы бар, мындай. анасы бар, мынасы бар. Мынауымыз артық кетті деген сияқты. Сіз айтпақшы жаңағы анау заңға қатысты 1 жыл 2 жылдан кейін бәрі басылғаннан кейін эйфориясы ол да ұмытылады дейсіз ғой. Енді бір уақыттың әсерінен ізгілік пайда болады адамның санасында. Бұл мемлекеттік мына саясатта да ізгілік пайда болады. Жаңа мәселен бір 5-6 жылдан кейін енді жаңа марқұм өліп қалған салтанат қайтып келмес деген пікір ол мына мемлекеттік саясатта да пайда болатын шығар. Соның есебінен оны біртіндеп бір 4-5 жылдан кейін, 5-6 жылдан кейін бе ақырындап жеңілдіктер беруі мүмкін. Жарты срогына келген кезде кесіп тастауы мүмкін. Ондай сондай мүмкін болады. Бірақ дегенмен дәл қазіргі жағдайда оны мен ойлаймын максималды жаза беру керек. Береді де оған мәжбүр болады. Сондықтан Бишімбаевтың өзінің ақталып бір сөйлеп жатыр ғой. Мен енді соны мен тыңдамаймын. Бірақ мен жаңағы үйдегілер балалар жаңағы тыңдайды ғой, соны естіп қалам. Сол бұның бәрі қатын тірлік. Сен қолыңмен істедің, өлтірдің ғой енді. Айтса еркекше. Енді еркекше айтсаңшы, мені осылай болды енді. Оны серияға мөлі операға жіберді. Ол келеді әр жерде ақталады ғой деп, ана басымен барып, ана унитазға ұрылды, бүйтті. Не әңгіме мынау? Халықтың бәрі күлкіге айналдырып, мен болды, унитаз кінәлі деп Бишімбаев кінәлі емес. Сондықтан ол дәл осы тұрғыда мен Бишімбаевты қолдамаймын. Қолдамаймын емес, жаза берілсін деп ойлаймын. Өйткені жаңа өзінің қолымен істегенді мойынмен көтеретін азамат қой. Солай болу керек. Сазайын тарту керек. Сазайын тартуың керек. Мен о жерде ақталып бір жағын айтады, мен оның өліміне себепкер болдым, бірақ мен өлтірген жоқпын. Мен олай істеген жоқпын. Состояние дейді. Мен арнайы әдейі өлтірген жоқпын деп өзін сөйтіп ақтап отыр ғой. Сондықтан бұл менің санам қабылдайтын әңгіме емес. Сондықтан бұл жігітке өзі мен бұрын алғашқы соты кезінде біз бұны қолдадық біраз мәселе тұрғысында. Себебі ол алғашқы анау жаңағы стекольный заводқа байланысты, жемқорлыққа байланысты сотталған кезде, біз оны Назарбаевпен жегенін бөліспеді. Ол батыл болды. Бөліспеді. Ол итке беруге болмайды деген тұрғыда. Сондай бір енді бізде сондай бір көзқарастар болды ғой. Енді о да дұрыс емес. Қанша уақытта болған? Бірақ дегенмен қалай болғанда да біз ол кезде Бишімбаев жағында болдық. Ал енді дәл қазір осы мына салтанаттың өлімі жағдайында біз ондай біздің санамызда ізгілік болуы мүмкін емес бұндай. Жақсы. Еке, сіз ұзақ уақыт бойы Назарбаев режиміне қарсы күресіп келген азаматтардың бірісіз. Жалғыз біреулер деп айтса болады. Неге? Өйткені сізді қоғам, сізді халық, сізді журналистер сыйлайды қатты. Неге? Өйткені сіз 200-лікпен бүгін былай, ертең былай деп кетіп атқан жоқсыз. Қаншама азаматтарды көріп жатырмыз, оның бәрі уақыт көрсетті ғой, кім екенін. Енді сіз бас прокурорға біршама сауалдарды жолдадыңыз. Сол режимге қатысты, Назарбаевтың отбасына қатысты. Сол сауалдарда нәтиже бар ма? Менің естуімше, көбісі жауапсыз қалып жатыр. Нәтиже соншалықты бір тиімді нәтиже жоқ. Неге? Себебі Назарбаевтың өзіне қатысты, Назарбаевтың әулетіне қатысты. Бізде бір саяси шешім әлі жасалған жоқ. Бәрін алып тастады ғой. Жоқ, алып тастады. Жаңағы қауіпсіздік кеңесінің төрағасын да алып тастады. Көшелерді алып жатыр, ақырындап басқа да атақтарын алып жатыр. Охранасын да алып тастады, алып тастады бәрін. Жоқ, бірақ мысалы үшін Назарбаев халықаралық әуежайы тұр ма? Тұр. Облыс орталықтарындағы Назарбаев проспектілері тұр ма? Тұр. Сондықтан бізде қазір Назарбаевқа қатысты бір жақты шешім жоқ. Бір жақты шешім жоқ. Ол енді әрине мен оны бірнеше жерде айтып жүрмін, тағы да қайталайын. Себебі 2019 жылдың 19 наурызы күні Назарбаев Тоқаев мырзаға келіп, ал енді Қасеке, мен кеттім, сен қал деген жоқ қой. Ол осы кететінің мәселесін ақылдасты, әңгімелесті, уағдаласты, сөйлесті, оның маңызын, мақсатын айтысты екеуі. Сол кезде президент Тоқаевтың тарапынан әлдеқайда бір гарантиялар берілді. Келісім болды. Оның үстіне жаңағы Назарбаевтың мынау Кремльге жиі баратын жағдайы бар. О жақтан әлдеқандай да бір гарантиялар бар. Оңай Эмиратқа көп барады.
Саудияға көп барады. Ол жақта біздің елде мына араб елдерінің инвестициялық үлесі басым екенін байқалып жүр соңғы кездерде. Шейхтардың анау Қызылорданың маңайында тұтас мыңдаған гектар жерлері бар, жаңа қоршап алған. Сондай саяси ықпалы бар, жан-жақтан сәттер бар. Сондықтан жауап жоқ дейсіз ғой әлі сізге. Сондықтан кім біздің елде прокуратура заңға ғана бағынбайды, бізде саяси шешімге бағынады. Сондықтан егерде қалыптасқан заңдар негізінде жұмыс істейтін болса, әлеуметтік елдегі қоғамдық пікірлердің негізінде шешімдерге баратын болса, біз иллюстрация туралы заңды былтыр алғаш осы парламент келгенде бірінші бастауымыз керек. Ең бірінші қарайтын заңымыз сол болу. Ол жоқ. Мен бұл тұрғыда әрине депутаттық сауал көтеріп ұсыныс жасадым, бірақ ол әзірше енді былай айтқанда мен біреулерді былай орысшалағанда подставлять етпей қояйын, бірақ ол әлі уақыты келген жоқ деген сияқты уәж болды маған айтылған. Мен оны бір жақты түсіндім, бір жақты түсінбесем де бір жақты түсіндім, себебі енді қалыптасқан елдегі мемлекеттік саясаттың қазіргі бет бейнесі, әсері, жолы, динамикасын көріп отырмын ғой. Біз одан асып кетіп, одан биікке секіріп кете алмаймыз. Мен қазір оны жоқ болмайды деп үстел тоқпақтап қоғамға шықсам, ертең мен керемет болам. Ой, бапи деген ана көтеріп жатыр мәселе дейді. Бірақ одан нәтиже болмайды қоғамда. Мына мемлекеттік іс-әрекетімізде. Сондықтан осы жерде менің жаңағы қоғамға айтып отырған конструктивті әңгіме табу керек деген дәл осы жерде туады. Осыдан мен ұсыныстармен шығам, азаматтармен жаңағы мемлекеттік билікке әсер ететін бір 7-8 адам бар еш. Солармен шығам, олар маған түсіндіреді. Екі ортада полемика болады, дискуссия болады, диалог болады. Содан келгенде мен өзім бір қорытынды жасаймын. Мәселен, ол жерде, тұрып алып, ертеңгі күні мен өзіңе хабарласып, Рауан, мен каналыңа шығам, мен енді айтам. Болады, ертеңгі күні мен ой, керемет болам. Мен керемет болам, халықтан. Бірақ іс өнбейді. Сондықтан біз қазір осы тұрғыда біз әлгі сөзбен құр жалаң риторикамен ғана емес, біз мына азаматтық саясаткерлік пайыммен санасып мүмкіндіктер деңгейінде жұмыс істейтіндей, қазіргі бізде қолда бар мүмкіндіктер деңгейінде әрекет қылатындай бір жағдайда жетілу керек дейсіз ғой. Ол жетілу керек. Енді ол соншалықты ұзақ болып кетпеу керек әрине. Бірақ дегенмен біз қазіргі жаңағы Назарбаевқа қатысты туды ғой сұрағың. Оның өзі де жаңағы саяси шешімнің толық болмауынан бір жақты. Сондай сәт. Қашан болады? Ол әгі мынандай мен өзім ойлаймын. Не әгі сөз бар ғой, тәмсіл бар ғой. Не шах өледі, не ишақ өледі, не падишақ өледі. Осы тұрғыда болуы да мүмкін. Күтіп отыруымыз солай да болуы мүмкін. Әрине біз адамға қатысты бір жамандық ойламауымыз керек енді. Бірақ дегенмен басқа қандай әрекет болуы мүмкін? Басқа қандай тұжырым болуы мүмкін? Не болмаса қарабасы сыйлап отыр дейсіз. Не болмаса бір саяси сәттің моменті келген кезде сондай Тоқаев мырзаның тарапынан тоқет өтетін бір шешім болуы мүмкін. Енді гербті ауыстыруға қалай қарайсыз? Біреулер айтады, елде басқа мәселе қалмады ма? Ол түсінікті ғой ол әңгіме, ол айтылып жатқан әңгіме. Сіздің позицияңыз? Мен енді ол жалпы қоғамдағы қазіргі дәл сол уәжға түсінем, мойындаймын, соны қолдаймын. Қазір байқасаңыз соңғы кезде тренд кетті, биліктің тарапынан да бұл президенттің бастамасы емес болатын деген сияқты әңгімелер айтыла бастады. Түсіністік пайда болды. Міне осындай конструктивті подход деген осы болады. Қоғамның тарапынан айтылған жақсы бір қалай айтуға болады, санаға сіңетін уәжді билік қабылдап жатыр. Осыны жаңағы біз әлеуметтік желі ғой. Ал енді қоғамның өз тарапынан құрылған бір күштер жоқ қой. Әлеуметтік желіде әр жерде бытырап шыққан
нені пікірді билік қабылдап насыбай да кетті сол кезде. билік қабылдап қазір жоқ бұл президенттің аузынан шыққан жоқ деген сияқты түсіністік бар. Ол кімнің аузынан шықса да уже бұл жерде мәміле табылды. Яғни ертеңгі күні тіпті гербті ауыстырып жатқанның өзінде де қоғамның ұсынысы қабылданады деген сөз. Қоғам тарапынан анау қанатты ат емес басқа бірдеңе болуы мүмкін. Тағы да бір 30 жыл бойы бүгін сондай бірдеңелер атрибуттар жөнінде ұсыныстар болуы мүмкін. Оны билік қабылдауға тұрады. Гербті ауыстырды ма? Енді дәл қазіргі жағдайда біз басқа мәселемізді оңдырып алмай тұрып гербке бірден ауыз салғанымыз оны ертерек шынында да. Біздің жөндейтін тақырыптарымыз көп қой елде. Күн тәртібінде тұрған неше түрлі өткір мәселелер бар. Бірақ мен өзім мойындайтын гербті шынында да уақыт келгенде өзгерту керек. Өйткені шынында да ол бір қиял ғажайыптардың несі сияқты, элемент сияқты не? Практически несі жоқ дейсіз ғой. Оны енді мен маман емеспін, бірақ бір көргенде көзге қарағанда шынында да былай әдемі көрінеді. Бұна суреті жалпы былай әдемі көрінеді. Бірақ енді таным түйсік дүниесімен келіп қарағанда ол енді басқаша қабылдануы мүмкін. Бірақ ол уақыты келгенде оны өзгертетін керек. Баққа қатысты жаңа заңға көңіліңіз тола ма? Жаңа заң осы қазіргі уақыттың жүгін көтеріп тұр. Одан күшті керемет болып қабылданбайды. Өйткені дәл осы уақыттың, дәл осы қазіргі среднесрочный дейді ғой, өтпелі уақыттың жүгін көтеріп тұр деп ойлаймын. Журналистер көбісі қарсы шығып жатыр. Журналистердің, қоғамның, журналистердің арасындағы пікір сайыстан келіп туған қазіргі осындай редакция, осындай нұсқа. Бұл енді мәңгілікке қалатын дүние емес. Тағы да бір 10 жылдың көлемінде ме екен, 5 жылдың көлемінде ме екен. Ол елдегі саяси жағдайға байланысты тағы да өзгерісіне ұшырайды. Бірақ дәл қазіргі жағдайда бұл жаман заң емес. Қазір қоғамда мынандай тенденция кетті. Аға, TikTok біраз елдерде бұғатталып жабылып жатыр. Жақында міне өзіміз көрдік, Қырғызстанда жабылды, сосын қазір ақш-та сондай сұрақ көтеріп жатыр. Жаңа өзіңіз де айтып қалдыңыз, Еуропада да сол сұрақ мәселе көтеріліп жатыр деп. Соған сіздің пікіріңіз қандай? Енді кеше ғана анау Еуропа кеңесінде фон дер Ляйен көтерді, Еуропада TikTokты жабу мәселесі жөнінде әңгіме туа бастады. Енді мен жалпы әлеуметтік желіге бір қалайда бір мемлекеттік билік тарапынан қысым көрсетудің бәріне қарсымын. Бірақ біз елдік ұлттық мүдде тұрғысынан бағалауымыз керек қой әрбір дүниені. Біз өте аз халықпыз өзіміз. Оның кейін біз өзі мынау еліктеуші халықпыз. Біз анау күннің тұтылғанына, немесе бір желдің соққанына, табиғаттың бір кереметіне, белге, тауға қарап таң қалатын романтизміміз басым сентименталды халықпыз. Сондықтан осы тұрғыдан келгенде TikToktың мына біздің әсіресе балалардың санасына қатты әсер жатқанын мойындау керек. Жат нәрселер. Жат дүниелер бар оның үстінде. Оған біртіндеп тамшылап тамыза беретін болса санаға, ол ертең күні тамшы тасты да теседі ғой. Сондықтан осы тұрғыдан келгенде біз TikTokты бәлкім жауып тастау міндет емес шығар, бірақ оның пайдалану жасын өзгертуіміз керек шығар. Оған кейін жаңағы тіркелген контроль, бақылау керек шығар. Ең бастысы бұл жерде семьялық тұрғыда бақылау болу керек. Мәселен, менің бір жиенім бар. Шешесі мұғалім, қарындасым ғой енді. Ол жаңағы өзінің баласының анау телефонынан, TikToктан түспейтініне әсер ете алмайды. Алып асана баласы жылайды. Ол баласы үлкен бала болды. 16-17-ге келді. Не істемек болады? Шу шығарады. Сондықтан енді осыны қалыптастырудың бір семьялық, отбасылық, бұл TikTokты ашу жабу деген мемлекеттің ғана бір міндеті болып қалмау керек. Бұл әрбір семья, отбасы, өзің балаңның, ұрпағыңның болашағына жаның ашитын болса, сенің үлкен бір азамат, қалыптасқан саналы азамат болып қалыптасуын сен соған мүдделі болатын болсаң, сен балаңмен айналыс шаруасымен, тәрбиесімен. Осы тұрғыда болу керек. Ал мемлекет осы тұрғыдағы заңдарды реттеуші ғана болу керек. Біздің бағдарлама мүмкін емес, аға. Сондықтан мынандай сұрақ бар, мүмкін емес, бірақ болып қалса.
егер сіз президент болсаңыз, Қазақстанның президенті болсаңыз, неге басымдық жасар едіңіз, неге басты назар аудар едіңіз? Президент болдыңыз. Мүмкін емес бұл. Біріншіден мүмкін емес. Қандай мәселелерге баса назар аудар едіңіз? Екіншіден мен осы депутат болып келгеннен бері осы саясатты елдегі қалыптасқан жағдайды мына баррикаданың бер жағынан көргеннен бері мен майлап қойса да бармаймын мен. Өйткені бармайды. Соған көзім жетті. Мемлекет басқару деген дүние бұл ана жақта отырып алып, диванда отырып алып, ана бүйтіреді ме, сөйтіреді ме емес, олай емес екен. Олай тіпті емес. Бұл кухня деген ғана емес, бұл президент болу деген бұл ұлттың, елдің, мемлекеттің үлкен тағдыры. Соған. Сен соның бәрін алып шығу менің қолымнан келмейді, шын айтқанда. Мен өзім көңілшек адам, ақ көңілмін, былай айтқанда, бір азаматтың айтқанда мен ақ көңіл басым. Сондықтан айтып отырмын ғой, мүмкін емес деп. Бірақ болып қалсаңыз, арманыңыз бар ғой, президент болу, ар жағына баррикада шықтым деп отырсыз ғой, дұрыс айтасыз. Сол жағынан көріп отырсыз, сонда қазір халқымның жағдайын жақсарту үшін не істер едім деп ойлайсыз? Бірінші, қалай жақсартпақ болады? Бұл енді риторикалық сұрақ енді. Ең бастысы, жаңағы шында да президент Тоқаев дұрыс бастады. Әлеуметтік әділеттілік осы соңғы сайлаудан кейін ғой, алғашқы өзінің халыққа жолдауында айтты. Осы әлеуметтік әділетті қалыптастырудан бастады. Шында да. Оны жаңа сөз ғана қала береді, нақты істен бастау. Елдегі мынау заңнан қалыптасқан жүйеден әбден мезі болған, әбден ығыры шыққан халықтың жағдайын қарастырып, жаңағы әлеуметтік әділеттілікті қалыптастырудың бір нақты іс-әрекетіне көшірудің осы тұрғыда. Ереке, бүкіл әлем аузына қарап отқан ол Америка Құрама Штаттары. Олардың валютасы да бүкіл әлемде жүреді. Бүкіл елдерде соларға қарыз қалып батады. Оның біреуі біз енді шын мойындау керек. Биыл алла жазса оларда да сайлау болады президенттің қараша айында. Қалай ойлайсыз, алыс жатса да біз оларға да енді қарап отырамыз ғой, алаңдап отырамыз. Біздің президент сол жаққа ұшып барған кезде бірден зейінім сол жақта. Қалай болар екен деп артын бағып отырамыз. Биыл оларда президент кім болады деп ойлайсыз? Байден бола ма, Трамп қайтып келе ма, мүмкін үшінші жаңа мүлдем президент келе ма? Сіз енді жоқ, бірақ қарап отырасыз ғой. Жоқ, қарап отырамын, бірақ мен енді кім деп ойлайсыз? Сондай бір Америка танушы емеспін, бірақ дегенмен маған қалай болғанда да мына альтернативада Байден мен Трамптың арасында кім таңдаймын деген, мен Байденді таңдайтын едім. Байденді, неге? Трамптың мүддесі тек қана Американың мүддесі. Америка ғана деп ойлайды. Ал Байден әлемдік геосаяси мүддемен ойлайды. Американың рөлі, мен ойлаймын өзі, әлемдік жандарм ретінде танылған ел ғой. Қай жерде бірдеңе шықса, сол жерде барып, сол жерде араласып, аяғында соны ретке келтіріп кетеді. Қарай қар жағынан, оңтүстік Кореядан бастайық, Жапониядан бастайық. Жапонияны анандай милитаризмнен айырды ма, артынан бомбасын тастаса да, Жапонияны қандай елге жетуіне мүмкіндік беріп кетті. Оңтүстік Кореяны бастайық, қарайық. Вьетнамды қараңыз. Оңын соңғы Иракты қараңыз. Иракқа бәрін реттеді де кетті, бірақ артынан өздерің өз ішінде болмады ғой, келісім мәміле болмады. Сол сияқты, егерде Америка Трамптың ығымен кетіп, тек қана Америка үшін деп, Америка азаматтар үшін деп, енді бөлек материк, бізге ешқандай қауіп қатер жоқ, төбемізді жаңа ракетадан қорғайтын дүние жасамасақ болды, біз өзіміз күн көрейік десек, әлемдегі диктаторлардың бәріне біз Америка стимул берген болып шығады. Барлығы жаңа Путиннен бастап, бүкіл әлемдегі Америка араласпайды, біз өзіміз шешеміз деген сияқты, жаңағы әлемде хаос басталады. Сондықтан Америка әлемдік жандарм болып қалу керек. И Байденнің саясаты осы деп қабылдаймын мен. Мысал үшін қазіргі Украина мен Ресейдің арасындағы әрекетте Байден үлкен мынау жаңағы жандармдық мемлекеттің, былай айтқанда, жанашырлық деңгейдегі әрекеті. Сондықтан мен Байденнің президент болғанын қалаймын. Әрине жасы біразға барып қалды, бірақ сана сезімі өте сергек, сөзі де мықты. Мен тіпті Қазақстан тарапынан дауыс беретін азаматтар болса, Байденге дауыс беріңдер деп айтар едім. Сіз Ресей мен Украина деп айтып қалдыңыз. Өте тым шепетильный сұрақ қой. Қалай ойлайсыз, бұл соғыс, бұл қақтығыс немен бітеді, қашан бітеді? Жалпы көршімен тату-тәтті болды дейді, көршіміз ғой екеуі де.
переживать етесің. Мен енді бұл мәселеде әрине біздің көпшілігіміз Украина жағындамыз. Әлі сіздің жағында ғана емес, біз әділеттің жағындамыз ғой. Олар европалық таңдауға бет бұрды, өзінің тіліне бет бұрды, мәдениетіне бұрды, дәстүріне бұрды. Сол кезде Ресей барып жаңағы жоқ сен бері қарай. Ондай болмайды ғой. Тәуелсіз ел, өзінің суверенитеті бар, тәуелсіздігі бар елге барып, жоқ сен оған өзіңнің әскеріңмен барып тәртіп орнатуға болмайды. Осы тұрғыдан келгенде бәрібір Украина әділетті, Украина жеңу керек, бірақ енді оны қашан жеңетінін білмеймін, айта алмаймын. Енді соңғы мынау Американың көмек 61 миллиард доллар көлеміндегі көмек жасауы, егер де осы уақытқа, осы жаз шыққанға дейін келіп бәрі әскеріне, Украина әскеріне жәрдем жасайтын болса, мен ойлаймын, осы биылғы қысқа дейін біту керек деп ойлаймын. Ықпалды парламент дейміз, есепті үкімет дейміз. Бүгін таңда осы 8-ші шақырылымдағы парламент екі премьердің тұсында жұмыс істеп қалды. Смайыловты отставкаға жібердіңіздер, қылшылдаған Бектенов келді. Осыдан туындайтын сұрақ, қаншалықты парламентті ықпалды деп санайсыз? Жеттік пе діттегенімізге? Ықпалды парламент бола алдық па? 7-ші шақырылымды мен сырттан баққаным болмаса, оның жаңағы жұмыс практикасынан хабарсызбын, бірақ мен сырттан көріп жүрдім ғой, журналист ретінде. Ал енді 8-ші шақырылым әлдеқайда ықпалды деп ойлаймын, бірақ енді ол бір абсолютті тұрғыдағы ой емес. Бұл әрине жаңағы саяси шешімдердің бастамасы. Мынау үкіметке ықпалы әсері тұрғысынан, жаңағы тіл тұрғысында, жүргізу тұрғысында, парламенттік жиындарды, пленарлық отырыстарды, бұл әлдеқайда бұрынға қарағанда біршама өзгеше парламент деп ойлаймын. Ықпалын да сезіп жатыр. Мәселен, кез келген министрді шақырып парламентте өз ішінде сілкілеп алатын мүмкіндігі де бар, оны пайдаланып та жатыр. Бірақ оның бәрін жаңағы қоғамға шығарып жатқан жағдай жоқ, оның бар. Жекелеген депутат любой министрді шақырып кез келген шақырып осы өздерінде сілкілеп аласыңдар, пайда нәтиже бар ма? Оның нәтижесі әрине бұлай 50-50 деп бағалайықшы. Оның бәрі мемлекеттің мүмкіндігіне туады. Иә. Жоқ, құлақтан шыққанда, егер де ол министрді әкеп сілкіледің, министрдің мүмкіндігі жоқ болса, сілкілегеннен пайда қанша? Министрдің мүмкіндігі мына осынша бюджеттің деңгейінде ғана. Ал біздің мемлекеттік бюджетіне өлшенген дүние мынандай ғана. Біз бұны мынандай қыла алмаймыз. Ар тартқаннан ештеңе шықпайды. Оны ары берді жұлқылағаннан ештеңе шықпайды. Сондықтан біз енді әрине бюджетті көбейту керек қой. Сондай сол тұрғыда елдің экономикасын кеңейту, молайту тұрғысында өзгеріс болмаса, ал бір министр шақырып, оны жаңа ары бері реп келгеннен ол көп нәтиже болмайды. Бірақ оның тек қана жұмыстағы қарым-қатынасына байланысты бір өзгерістер жасауға болады, жаңа өзінің стиліне байланысты, азаматтық ұстанымына байланысты бір талаптар қоюға болады. Ал енді жалпы қаражат мәселесіне келгенде ол дәрменсіз. Сізде қанша депутат болсаңыз да азаматсыз ғой, адамсыз. Бәріміз еттен сүйектен жаралғанбыз. Сізде бір көкейіңізде жүрген бір арманыңыз бар. Қандай арманыңыз бар? Мынау арман емес, бүгін арманда ертең орындалса алатын. Бір аспанда асқақтаған бір арманыңыз бар ма? Қол жеткізе алмай жүрген, арман-ау деп жүрген. Қандай арман бар? Енді біз мынау 60-тан асқаннан кейін армандарды өзі негізі немерелерге қатысты. Бәрі өзі толастап болады өзі негізінде. Дегенмен армансыз адам болмайды ғой. Иә, дегенмен де әрине анау бізде мынандай сөз болды ғой. Екінші президенттің Қазақстанда екінші президент болған кезде көріп кететін ғұмыр берсін деп. Сол арманыңыз ғой. Сондай армандар. Онда көрдіңіз. Онда көрдік, иә. Енді менің енді арманым шында да мына елдің нақты жаңа Қазақстанда өмір сүретін кезін, нақты жаңа мына өркениеттің көшіне еріп жаңағы нақты бір 30 елдің 31-шісі болғанын, демократиялық ел болғанын көргім келеді. Бірақ енді бұл да қиын жағдай. Азияның ортасында тұрып, Европаның соңына еру қаншалықты қиын болса, мен өзім ойлаймын, қазіргі президентке қызметіне де соншалықты қиын. Олар біз мына жақта Ресей, мына жақта Россия тұрып, мына жақта ислам елдері тұрып ортасынан жұлқынып шығып, біз Европаға кетіп қалдық деу бұл оңай шаруа емес. Бұны осылай бағалауымыз керек біз.
кім кетіп қалды осы Азиядан Европаның артына? Кетіп қалған бір екі ел шығар. Моңғолия сияқты ана жақта оңтүстік шығыс Азиядағы біраз ел шығар, бірақ олардың бәрібір өздерінің ұлттық дәстүрін сақтап қалды. Өзінің менталитетінің деңгейіндегі демократияға ғана ие болды. Ал классикалық түрдегі батыстың Европаның демократиясы жоқ. Жаңа айтып қалдыңыз өзіңіз, Астанаға өткен жолы көшіп келдім, бірінші рет келіп отырмын деп. Бір-ақ жыл болыпты Астанаға келгеніңізге. Бұған дейін сіз Астанада тұрған жоқсыз ғой. Яғни Астананың бірінші қысын өткердіңіз. Астананың ауа райы қалай сізге жақты, қысы қалай өтті? Соны аман-есен қыстан шықтық, Наурызды көрістік, құшақтастық бәріміз бір-бірімізді көріп. Жаңағы жұмыс істейтін жерім осы болғандықтан көндігуге тура келеді. Негізінде Астана онша ұнайтын қала емес болатын бұл. Халықтың, қазақтың есесін жеген қала болғандықтан, есесін жегізген қала болғандықтан мен Астананы бір 500 мың халқы бар қала болса, бір классикалық түрдегі Европаның немесе жаңағы Вашингтон сияқты 600 мың халық болады. Сондай Астана болса деп қана ойлайтынмын. Енді қазіргі жағдайда әрине енді кетті, енді оған тоқтау болмайды. Бірақ дегенмен қалай болғанда да Астана маған табиғи климаттық қана суық емес, жалпы өзінің аурасы суық қала болып көрінеді. Мен бұрын Астанаға таңертең келіп, шаруамды кешке дейін бітіріп, қонбай кетіп қалуға тырысатынмын. Қазір енді көндігуге тура келді. Қазір Астананың ауа райы да маған жаман емес, желі де қазір ұнап жатыр. Енді осындай қалыптасқан Астанамыз бар. Осыны ары қарай енді 2 миллионнан асырмай осы деңгейде ұстап отырсақ, қалсақ дейсіз. Иә, сол да жетілді. Жақсы, уақыт тауып студиямызға келгеніңізге алтын уақыт бөліп сұрақтарымызға жауап бердіңіз. Барлық жиналған, қордаланған 20 астам сұрақ болып еді. Мен ойлаймын, аға, алдыда өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, жаңа біраз уақыттан кейін тағы да осы студияда кездесіп, ой жүгіртсек, шолу жасасақ артық етпес деп ойлаймын. Ал көрермендерге айтарым, ардақты ағайын, біздің YouTube арнамызға жазылыңыздар, осы подкастке шығарылымға лайктарыңызды қосыңыздар, салыңыздар, және де комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде біз сіздермен қоштаспаймыз. Алдағы уақытта тағы да жүздескенше күн жақсы.